Сәлеметсіңдер ме балалар? Сәлем достар. Біз бүгін тәжірибе алаңына келдік. Номер 55 Самал Бөбекжай бақшасының тәрбиешісі Айдарбек Ақмарал Жалғасбекқызы. Тәрбиеленуші Дәулет Жанерке. Жанерке, бүгін бізге тәжірибе жасау үшін қандай заттар керек? 3 жұмыртқа, 3 стакан су, және де тұз. Жарайсың, иә. Осы заттар біздің бүгінгі тәжірибемізде керек болады екен. Біз бүгін жұмыртқа, тұз, суды пайдаланып, тәжірибе жасайтын боламыз. Кәне Жанерке, бірінші стақанға жұмыртқаны салып көресің бе? Жанерке, сен не байқадың? Жұмыртқа судың астына батып кетті. Иә, жұмыртқа судың астына батып кетті. Ал екінші стақандағы суға бір қасық тұз салып көрші, Жанерке. Қалай болады екен байқайық, е? Тұзды жақсылап араластырдым, иә? Енді жұмыртқаны саламыз, Жанерке. Жанерке, не байқадың? Менің жұмыртқам судың бетінен шықты. Дұрыс айтасың, Жанерке. Жұмыртқа судың бетінде жүрген. Демек, судың тығыздығы мен жұмыртқаның тығыздығы бірдей болды деген сөз. Кәне, Жанерке, енді үшінші стақанға көбірек тұз салайық. Көбірек салайық, е? Жанерке, кәне, енді жақсылап араласып болды. Үшінші жұмыртқаны саламыз. Жанерке, не байқадың сен? Ой, апай, менің жұмыртқам судың бетінде қалқып жүр ғой. Дұрыс айтасың, жұмыртқа судың бетінде қалқып жүр. Демек, бұл жерде судың тығыздығы жұмыртқаның тығыздығынан көп болып кетті. Сондықтан біздің жұмыртқамыз судың бетінде қалқып жүр екен. Балалар, біздің бүгінгі зерттеуіміз осымен аяқталды. Сендер де үйлеріңде ата-аналарымен бірге жасасаңдар болады. Олай болса, біз сендермен қоштасамыз. Сау болыңдар.